1958 жылдың 8 желтоқсаны. Қаскелең ауданы Жамбыл ауылында бір шаңыраққа нұр болып, Жәмила есімді сәби дүниеге келді. Ал тағдыр оның туған күнін сәл кейін 1959 жылдың 6 қаңтарына жазып қойды. Бірақ жүрек білетін шындық өзгермейді. Кейін отбасы Жамбыл ауданы Аманкелді ауылына қоныс аударды. Жаңа орта, жаңа өмір. Ал Жәмила қай жерде де еңбекпен, сабырмен өз орнын таба білді. Бұл шаңырақта 11 ағайынды өсті. Жәмила сол үлкен әулеттің 4-ші перзенті. Алдында ағалары мен әпкесі, артында інілері мен қарындастары бар. Жүрегі мейірімге толы қыз болып бойжетті. 1966 жылы ол алғаш мектеп табалдырығын аттады. Білімге деген ынта, жауапкершілік сол кезден ақ байқалды. 1977 жылы Жәмила Алматы халық шаруашылығы институтына оқуға түсіп, есеп және экономика факультетінде экономист-бухгалтер мамандығын таңдады. 1981 жылы қолына диплом алып, үлкен өмірге нық қадам басты. Сол жылы ол өз сыныптасы Сәбитпен шаңырақ көтерді. Бұл сыйластық пен сенімге құрылған отбасының бастамасы еді. Бірге еңбек етті, бірге армандады. Жәмила апа 3 жыл 2 қызды өмірге әкелді. Совхозда экономист, бухгалтер болып еңбек етті. Ал жолдасы Сәбит жүргізуші болып отбасын асырады. Бүгінде Жәмила апа 16 немеренің ардақты әжесі. Қарасай ауданы, Қаскелең қаласында өз күштерімен үлкен үй салды. Бұл еңбектің, төзімнің, бірліктің жемісі. 2016 жыл. Өмір жолындағы ең ауыр сынақтардың бірі жолдасынан айырылған сәт келді. Бірақ ол сынбады. Балалары үшін, немерелері үшін өмірге қайта нық қарады. Зейнетте болса да, өмірге деген құштарлығы сөнген емес. Бүгінде ол Goldway компаниясында бизнеспен айналысып, қосымша табыс тауып жүр. Курстас, класстас ортасында лидер. Позитивті, көңілді, досқа адал, ақ көңіл жан. Бұл бір адамның ғана емес, бір әулеттің, бір ұрпақтың тарихы. Жәмила апа, өміріңіз өнегеге, жүрегіңіз мейірімге толы. Туған күніңіз құтты болсын. 100 жасыңызға дейін немере шөбереңіздің ортасында аман сау, бақытты жүре беріңіз. Мен өмірге келіппін желтоқсанның жайма шуақ күнінде. Түн көтерген алқаптағы тар қостардың бірінде. Әкем сонда атқа мінер басшы екен. Жан жақтан жиналған көп ұлтты топтың біріне. Кіндігімді көрші неміс кемпір кесіпті. Есімімді анам өзі Жәмила деп шешіпті. Әкем менің қуаныштан әбген тойлап болған соң, метіркемді бір айдан соң аларда. Туған күнімді мүлде ұмытып, 6 қаңтар деп шешіпті. Содан менің 2 бірдей туған күнім бар. Екеуі де ыстық маған, бұл сөзімнің сыры бар. 8 желтоқсанда анамды ойлап еске алсам, ал қаңтарда әкемді еске алып, бір толғанам. Сол кездерді еріксіз еске түсіріп, әңгімесінен ата-анамның елестейді бір ғалам.